Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен қырыққабат тұздауды үйренетін боламыз. Алдымен қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыра кетіңіз. Ал ендеше бастаймыз. Бізге алдымен осылай қырыққабаттарды дайындап алу қажет. Сыртын тазалап, жуып, осылай турауға дайындаймыз. Менде осылай 6 капустаны тұздайтын боламыз. Сіздер қалауларыңызша 1 капуста тұздасаңыздар да болады. Енді осылай турауға дайындаймыз. Алдымен капустаны 4-ке бөлу үшін сыртындағы осылай қарайған жерлерін алып тастайтын боламыз. Осылай капустаны 4-ке бөліп, ішінде қарайған жерлер болса да алып тастаймыз. Капусталарымызды осылай бөліктерге бөліп болдық. Енді бізге осылай пластмасса немесе эмаль ыдысқа салу керек болады, өйткені басқа металдармен тұз реакцияға түсетін болады. Осылай шелекке су құямыз, салқын су немесе жылы су құйып, үстіне 3 пиала тұз салдым мен. Ащы болса жақсы өлетін болады капуста. Осылай 1 аптаға тұз суға салып қоятын боламыз капустаны. Осылай шелекке салдым. Тұздың түсіне мән бермеңіздер, өйткені бізде қаптағы тұз болғандықтан осылай йодтың түсі шығып тұр. Осылай бататындай етіп, капусталардың бәрін салып шығамыз. Суы аз болса, үстінен тағы да су құйып батып тұру керек. Осылай капусталарымызды 3-4 күнге тұз суға салып қоятын боламыз. Ал аджикаларды сол тұз суда капуста өліп болғаннан кейін жағатын боламыз. Не осылай. Жауып болдық. Енді мен 3-4 күннен кейін түсірдім мына видеоны. Капусталар уже өлген тұзы суда. Осылай арасына аджикаларын жағып жатырмын. Судың бәрін төгіп тастаймыз, тұзды суларды. Тұз судан шығарып, осылай капустаның арасының бәрін жағып шығатын боламыз қабаттарына. Міне осылай барлық қырыққабаттың араларына біртіндеп аджикаларымыз жағып шыққан соң осылай дайын болып шықты. Енді үстіне салқын тұзды су құямыз тағы да, ащы емес қылып. Сосын салқын жерге шығарып қоямыз. Ал ас болсын, біздің капустамыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, каналға тіркеле кетіңіз.